Бүгінгі тақырып 16-17 ғасырлардағы қазақ хандығының саяси және құқықтық құрылымы. Бірінші сұрақ: қазақ қоғамының билік орындары. Қазақ хандығында жоғары билік хан қолында болды. Ол соғыс жариялап, болмаса бітім жасай алды. Хандықтың бүкіл аумағына өз билігін жүргізді. Ұлыстар мен қарамағындағы қалалардың билеушілерін тағайындады. Адамдарды қылмыстар үшін жазалады. Шағымдарды тексеріп, барлығына міндетті жарлықтарды шығарды. Сонымен бірге салық жинау тәртібін белгіледі. Алайда хан өзінің барлық іс-әрекетін әдет, ғұрып, құқығы негізінде жүргізуі тиіс болды. Ол хандық билікті сұлтандармен және билермен бөлісті. Ханның жанында кеңес жұмыс жасады. Бұл кеңеске ең ықпалды сұлтандар мен тайпалардың көсемдері, билер енді. Хан, сұлтандар мен билер халық қамы мен елдің мүддесін жыл сайын құрылтайға жиналды, яғни жылына бір рет. Оған бұл құрылтайға барлығы қаруларымен келулері тиіс еді. Құрылтайға қарусыз келгеннің дауыс беру құқығы болмады. Тіпті жасы одан кіші адамдар оған орын бермеуге де құқылы болды. Яғни қарумен келу бұл міндетті болды құрылтайға. Құрылтайда бітім жасау, соғыс жариялау, жайылымдарды қайта бөлу, көші-қон бағыттарын анықтау сияқты маңызды мемлекеттік мәселелер шешілді. Ханды таққа ақ киізге отырғызып көтеру салтымен ұлықтады. Мысалы, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, Қасым ханды ақ киізге отырғызып хан көтеру рәсімі бейнеленген. Көшпелі қоғамда хан көңілінен шықпаса, онда халық оның қол астынан көшіп кете алды. Қазақ ханының нақты билігі оның жеке қасиеттеріне байланысты болды. Билеушінің беделі оның халыққа жасаған қамқорлығы, жақсылығымен өлшенді. Хан мен сұлтандардың тұрақты сарбаздарынан және ру жасақтарынан құралды. Бейбіт уақытта хан мен сұлтан жасақтары күзет қызметін атқарды. Олар ішкі тәртіпті сақтап, ханның салық жинау, елшілік жұмыстар жөніндегі және тағы да басқа тапсырмаларын орындады. Билер бұл әскери жорықтар кезінде өз руына немесе тайпа жасақтарына басшылық етті. Би бұл әрі әскер басы, әкімшілік тұрға, әрі сот сияқты 3 міндетті атқарды. Көшпелілер қоғамында ақсақалдардың да рөлі зор еді. Көшпелілер өмірде жауынгерлік, ерлік өте жоғары бағаланды. Шайқастарда басқалардан батырлық, ерлік ісімен ерекше көзге түскен адам үлкен құрметке бөленді. Батырлар ру мен тайпа жасақтарын басқарды. Екінші сұрақ: әкімшілік құрылым. Қоғамның негізін отбасы құрады. Яғни қазақ қоғамының, қазақ хандығында қазақ қоғамының негізін отбасы құрады. Қан жағынан туыс отбасылардың бөлігінен ауыл құралды. Яғни туысқан болып келетін бірнеше отбасы ауылды құрады. Ал 7 атаға дейін туыстық байланыстармен біріккен ауылдардың біраз бөлігі аталас аймаққа енді, яғни ата аймаққа. Аталас аймақтардан ру немесе тайпа құралды. Рулар мен тайпалардың бірлестігі ұлыс халқын құрады. 15-16 ғасырларда қазақ мемлекеті бірқатар ірі және ұсақ иеліктерден, яғни ұлыстардан тұрды. Әр ұлыстың өз аумағы болды. Сұлтандардың жергілікті рулар мен тайпаларға билігі ұлыстарға біршама дербестік берді. Келесі: жүздер. Жалпы адам саны аз ұлыстардың өз бетінше өмір сүру мүмкін емес еді. Сол себепті ұсақ ұлыстар ірі ұлыстарға бірікті. Ондай ұлыстардағы жауынгерлердің саны ондаған мыңға жетті.
барлық қазақ рулары мен тайпалары 300-ге біріктірілді. 100 бұл қазақ қоғамының тарихи шаруашылық тұрғыдан қалыптасқан этно-аумақтық бірлестігі. 100 сөзі бөлік, жүздік дегенді білдіреді. 100 және Алаш атауының шығу тегі жайлы халық арасында көптеген аңыздар бар. Алаша хан туралы түрлі деректерді Қадырғали Жалайири, Рашид ад-Дин және Әбілғазының қолжазбаларынан кездестіреміз. Қазақ жүздерінің құрылу уақыты туралы ортақ пікір жоқ. Жүздердің қалыптасуы күрделі, ғалымдар әлі соңына дейін зерттеп болмаған үрдіс. Жетісуды мекендеген тайпалар ұлы жүз атауын алды. Орта жүз бұл орталық, солтүстік және шығыс Қазақстан аумағын алып жатты. Ал кіші жүз қазіргі батыс Қазақстан аумағында қоныстанды. Барлық жүздердің шекаралары Сырдария өңірінде түйісті. Жеті жарғы. Аңызға сәйкес Тәуке хан Күлтөбе жайлауында, яғни Сырдария аймағында Күлтөбе жайлауында әйгілі билермен бірге Қасым мен Есім хандардың тұсындағы ескі әдет-ғұрыптарға жаңа жарғылар енгізеді. Ғылыми әдебиетте жеті жарғы Тәуке ханның заңы деп аталады. Жеті жарғы 17 ғасырдың соңына қарай жасалды. Жеті жарғының жасалу себептері біріншіден қазақ қоғамының қажеттіліктеріне байланысты әдет құқығының ескірген қағидаларын жаңа ережелермен толықтыру, одан кейін жоңғар шапқыншылығы мен өзара қырқыстар күшейе түскен кезде бүкіл халықты біріктіру болатын. Тәуке ханның заңында сол кездегі өмір шындығы көрініс тапты. Жеті жарғыда салық ісі заңдастырылды. Сұлтандардан басқа кез келген қару алып жүре алатындар мен хан мен ел билеушілеріне жыл сайын өз мүлігінің бір бөлігін салық ретінде төлеп отыру тиіс екендігі айтылған. Әр рудың өзіндік таңбасы болды. Бұл таңбалар бүкіл мал мен мүлікке олардың кімге тиесілі екендігін ажырату үшін салынды. Орта ғасырлар дәуіріндегі басқа құқық ескерткіштері сияқты жеті жарғыда қылмыстық құқықтық қағидаларға ерекше мән берілді. Онда жеке тұлғаға, мүлікке, отбасына, тағы да басқаға қатысты жасалған қылмыстар үшін жауапкершілік қарастырылды. Келесі сұрақ: қылмыстық жауапкершілік. Кісі өлтірген үшін Қазақ хандығында құн төлеу жазасы енгізілді. Құнның көлемі жәбірленушінің әлеуметтік жағдайына байланысты еді. Мәселен, кісі өлтіруші жәбірленуші тарапқа ер адам үшін 1000, ал әйел адам үшін 500 қой төледі. Яғни өлтіріп қойған ер адам үшін оның орнына құн ретінде 1000 қой төлесе, егер әйел адамды өлтіріп қойса, онда 500 қой төледі. Ал сұлтанды немесе қожаны өлтірген үшін 7 кісінің құны төленді, яғни 7000 қой. Егер жауапкер құнды төлей алмаса, онда құн ақысы оның туыстарынан немесе бүкіл ауылынан өндіріп алынды. Ұрланған зат иесіне құнынан бірнеше есе артық етіп қайтарылды. Жеті жарғыда мүлікті тәркілеу мен бүкіл жұрт алдында масқара ету жазасы да қарастырылды. Жазаның бұл түрі жат дінге өткен адамдарға, яғни мүлікті тәркілеу жат дінге, мысалы христиан дініне өтіп кеткен адам болса, соған қатысты бүкіл мүлкін тәркілейтін болған, малы мен түгел дүниесін алып қоятын болған. Ал бүкіл жұрт алдында масқара ету бұл ата-анасын жәбірлегендерге қолданылды. Әйелге зорлық-зомбылық жасау кісі өлтірумен теңеліп, өлім жазасына кесілді. Отбасылық неке қатынастарында бала өміріне ата-ананың құқығы бекітілді. Күйеуінің немесе әкесінің қылмысы туралы білген және бұл туралы хабарламаған әйелі мен балалары жазаға тартылмаған. Өйткені отбасындағы жас үлкеннің үстінен сөз тасуға рұқсат етілмеген. Қылмыскерді айыптау үшін куә талап етілді. Сот жүргізу көпшілік алдында өтті, яғни ашық түрде өтті. Тәуке ханның заңы барлық жүздер аумағында 19 ғасырдың ортасына дейін қолданылып келді.